боюнча тааныстырууга берсек, ар топ өздерин тааныстырып өтүүнү сурайбыз. 9 сыныбы улан тобу. Топ башчысы Шураган Алла, топ мүшелері Айдыкова Елена Серикова. Рана. Білімден сіз тыңдасаң күш тасыр, үйренгенді жерге шырмай іске асыр. 9 сыныбы Айбын тобу. Топ башчысы Артық Байында, топ мүшелері Нұрбек Атамұрат, Тұрсын Жансаян. Танымас. Белгісі болса жолдан жаңылмас, білімі болса сөзден жаңылмас. Ұлттық мәдениеті жоқ ел өз алдына мемлекет болып өмір сүре алмайды. Біздің Қазақстан Республикасында қазақ тіліне мемлекеттік статус берілген. Қазақстан тәуелсіз ел болып қалсын десек, онда ең алдымен ана тілімізді дамытуға күш салғанымыз жөн. Бүгін ұлан мен Айбын тобы қазақ еліне сапар шегеміз. Алдымызда көп бекеттер кездеседі. Ондағы тапсырмаларды орындаған топ мүшелері қазақ тілі елінің құрметті азаматтары атағын жеңіп алды. Екінші топ. Күлін көкке ұшыру. Күлін көкке ұшыру. Жүрек жалғап алды. Көзін ашып жұмғанша. Тез. Беті бір кетпеді. Айбын тобында 8 hafta çekti bir şov. 10 bal Arjak'ta, 5 bal Arjak'ta. Келесі мақал сөздің Сұрақ Айбын тобына. Қабат-қабат қаптама, ақылың болса аттама. Кітап. Книга бұл. Сұрақ Улан тобына. Көз қорқақ, қол батыр. Орысша Тау, бала, ағыл жақтан болады. Некіде? Дән. Әке тау, бала, ағыл жақтан. Туған үйден түтіні жылы, әке асқар тау, бала ағыл жатқан бұлақ. Жайырдың шаны, жалғыз үні шықпас. Бал тамған тілден у тамар. Көп қорқытады, терең батырады. Ашы дұшпан ақыл дос, отанды сүйу отбасынан басталады. Özelliklerin bildirdikleri tanıda bildi. İlk okayla 3 bayalda gelecektir. İlk bayalda ekin, жақсы балалар енді бүгінгі сайысқа қатысты. Келесі сайысқа да үлкен осындай биік белестерден көрінуге тілектес. Сол үшін істеу керек, көбірек іздену керек, оқу керек, білу керек, өзіміздің тілімізге деген құрметімізді күннен күнге арттыруымыз керек. Біз тілімізді құрметтейтін, артымыздағыларға үлгі болатын ол болашақта ол көрсететінді сіздер өздеріңіз. Сондықтан да сіздерге үлкен рахмет айтамыз. Бүгінгі біздің зияткерлік сайысымызда осындай жігіттерге көңіл беріңіздер. Әрқашанда тілімізді құрметтейік, әрқашанда тіліміздің күнін жоғалту. Рахмет болсын. Әдебиетті, өнерді, тілді сыйлық аяулы ұстаздар мен талапты оқушылар. Тілдер күні аясында өткізіліп отырған іс-шарамыз аяғына жетті. Анамыздың қанымен бойымызға тараған тіліміздің құндылығын, қасиетін, жан-жақтылығын, аңыздылығын түсініп жүрейік. Тілімізді әрқашанда құрметтейік. Сау болыңыздар. Рахмет.